Сәлеметсіздер ме? Мен Нұрболат Аймерек Асылзатқызы, Шымкент қаласы нөмірі 46 мектеп-лицейдің 3-ші сынып оқушысымын. Мен сіздерді жарқын жазғы оқиғаларыммен таныстырғым келеді. Биылғы жазғы демалысым өте керемет өтті. Жаздың алғашқы айында біз ауылға ата-апамыздың қасында өткіздік. Ол жаққа Астанадан сіңілдерім келіп, арқа-жарқа болып ойнадық. Сосын Шымкент қаласында орналасқан зообаққа барып көптеген жануарлармен таныстым. Жаздың 2-ші айынан бастап үйірмелерге баруды жалғастырдым. Соның ішінде ұлттық би билеген маған қатты ұнайды. Ол жерде тек қазақтың биін ғана емес, әлем халық билерін үйретіледі. Сондай-ақ біз ұлттық биден жарысқа барып, көптеген жүлделі орындарға ие болдық. Әлі де талай шыңдарды бағындыратынымызға сенемін. Шахмат менің сүйікті ойыным. Шахмат ақыл-ойды дамытатын спорт түрі болып саналады. Көркем сурет менің шығармашылық қабілетімді дамытуға, қиялыма ерік беруге, қоршаған әлемді танып қабылдауға көптеген әсерін берді. Суреттерім Әбілхан Қастеев атамыздың суреттері сияқты әлемді таң қалдырғанын қалаймын. Атам қазақ, нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ домбыра демекші. Дина апамыз сияқты домбыраның құлағында ойнау арманым. Демалыста көптеген кітаптар оқып, рухани дамыдым. Келесі оқу жылына күшті энергиямен дайынмын. Назарларыңызға рахмет.